Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен айраннан өте оңай печенье жасайтын боламыз. Ең бірінші менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, мені қолдап кеттіңіздер. Бірінші біз айранға соданы қосып, жылы айранға содамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде мінекей көріп тұрғандарыңыздай көпіреді. Енді айранды бір шетке қоя тұрамыз да, жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне сұйық майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне айранымызды қосып, мінекей көргендеріңізде айран реакцияға түсті. Енді құямыз. Енді қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан қосып отырып, қамыр елейміз. Мінекей достар, бізде осындай қамыр шықты. Енді біз оны 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей достар, қамыры 10 минут тұрды. Енді оны жұқа қылып жаямыз. Жұқалығы 1 сантиметрде болған дұрыс. Енді үстіне қант себеміз. Қанттары протеинға шашырамас үшін үстінен оқтаумен басып жүреміз. Мінекей енді майда-майда үш бұрыштарға бөлеміз. Мінекей достар, осылайша бәрін кесіп протеинға қойып алдым. Протеиннің астын майладым. Сіздер пергамент қана төсесеңіздер болады. Енді 200 градуста қызарғанша пісіреміз. Сонымен біздің айраннан жасаған печеньелеріміз дайын. Осылай қызарып пісті. Бұдан қатты қызартуға кеңес бермеймін, себебі күйіп кетуі әбден мүмкін. Енді мен сіздерге ортасын көрсетейін. Мінекей жұмсақ көріп тұрғандарыңыздай. Ортасы толықтай пісті. Өзіме ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып мені арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып мені қолдап кеттіңіздер. Ендеше астамды болсын, сау болыңыздар.